Қайырлы күн! Біз алдыңғы бейнероликтерде Google сервистерін, яғни қызметтерін пайдалануды үйрендік. Ал бүгін онлайн режимде және тегін түрде әртүрлі алғысхаттар, сертификаттар, логотиптер жасап, әлеуметтік желілерде пост жариялауға арналған суреттерді бірге жасаймыз. Сіз өзіңізге ұнаған дизайнды таңдап, шаблондарды пайдаланып, түрлі графикалық дүниелерді жасайтын боласыз. Мен Canva сайтында жұмыс істеу туралы айтып отырмын. Ендеше бастайық. Ең бірінші айта кететін жайт, бұл графикалық дизайнмен жұмыс істейтін Canva редакторының екі түрлі нұсқасы бар. Бірінші түрі смартфонда мобильді қосымша түрінде пайдалану нұсқасы, ал екіншісі ноутбук, сонымен қатар компьютерде пайдаланатын сайт түрінде. Мен бүгін сіздермен бірге екінші нұсқа, яғни ноутбук пен компьютер арқылы жұмыс істеуді көрсетемін. Canva шаблондарын пайдалану үшін бірінші canva.com сайтына кіреміз. Содан кейін сол жақ астында тіркелу мәзіріне өтеміз. Бұл жерде сізге үш түрлі әдіспен тіркелу ұсынылады. Gmail поштасы арқылы, Facebook арқылы, немесе басқа электронды пошта арқылы. Мен мысалға Gmail арқылы тіркелейін. Canva қандай бағытта дизайн ұсынуға болатын білу үшін сізден кәсібіңізді сұрайды. Мұғалім, студент, жеке бренд, кіші бизнес, үлкен компания және тағы басқа. Мен мұғалімді таңдаймын. Одан кейінгі жарнамалық екі терезені өткізе салыңыздар. Сосын сізге таңдаған кәсіп не бағыт бойынша шаблондар ұсынылады. Мен презентация деген шаблонды таңдап сіздермен бірге жұмыс істеймін. Презентацияны таңдаған соң сол жақта әртүрлі дизайндар мен басқару элементтері шығады. Оларға қазір тоқталамыз. Презентация шаблондарына келсек, олар сан алуан. Медицина, ғылым, үй, жиһаз, табиғат, спорт, техника, тағы басқа тақырыптар бойынша керек шаблонды табуға болады. Мен мысалға техника тақырыбын алайын. Шаблонды таңдаған соң ол оң жағына шығады. Осы жерде отырып мәтінді де өзгертуге болады. Жоғары жақтан ұнаған шрифт пен мөлшерін қоюға мүмкіндік бар. Осы дизайнда басқа слайдтарды да қосуға болады. Ол үшін оң жақ жоғарыда орналасқан плюс таңбасына басамыз, немесе әрбір слайдтан кейін де батырмаға басып қосуға болады. Сонымен қатар шаблондарды тақырыптары бойынша іздеуге де болады. Ол үшін ағылшын немесе орыс тілінде іздеу жолына барып керек атауын теріңіз. Енді келесі басқару элементі фотоға барайық. Бұл жерде де тақырыпты енгізіп керек суреттерді іздеуге болады. Немесе дайын тақырыптардың үстіне басып ұнағанын алуға болады. Суретті таңдасаңыз, оны слайдқа апарып көлемін өзгертуге мүмкіндік бар. Тағы бір пайдалы жері диаграммалар. Олардың түрлері өте көп. Диаграмманың тиісті түрін таңдаған соң, оның өлшемдерін енгізуге арналған кесте шығады. Кестедегі сандар не сөздер өзгерген сайын диаграмма да өзгереді. Егер слайдқа мәтін жазғыңыз келсе, онда келесі элементке басыңыз.
Бұл жерде мәтін жазуға арналған түрлі шрифт пен дайын шаблондар бар. Сонымен қатар жазған дүниенің түрін, түсін, мөлшерін ауыстыруға болады. Бір сөзбен айтқанда, жеке дизайн жасауға жол берілген. Слайдтарға сонымен қатар музыка қосуға болады. Ол үшін музыка элементін таңдап, шыққан тізімнен қалаған музыканың үстіне басасыз. Айта кетсем, бұл жерде классикалық музыка, поптан бастап кинодағы музыкаларға дейін жанрлар бар. Демек, талғамы жоғары адам да өз қалаған табады десем де болады. Музыканың дауысын реттеп, оны өшіруге мүмкіндік бар. Музыкадан бөлек видео, яғни қысқа бейнероликтер қоюға кең мүмкіншілік жасалған. Сіз оның көлемін кішірейтіп, бірнешеуін қойсаңыз да болады. Келесі элемент фон, яғни слайдтың негізгі артында тұрған суреттерді ауыстыру. Бұл жерде дайын үлгілерін алуға болады. Түрлері өте көп. Сонымен қатар түстері бойынша таңдап немесе өзіңіз жазып іздейсіз. Canva'ның тағы бір пайдалы жері, сіз жеке өзіңіздің компьютеріңіздегі видео мен суреттерді жүктеуге ие боласыз. Ол үшін сурет не видео тұрған папканы ашып, керек файлдарды Canva'ға сүйретіп апарасыз. Сонымен қатар слайдқа диаграммаларды қоюға арналған жеке элемент, папкалар жасауға арналған екі элемент бар. Графикалық элементтерден бөлек сыртқы ресурстан да ақпараттарды, сілтемелерді енгізуге мүмкіндік бар. Мысалға, әлеуметтік желілерде жарияланған материалдарды, Google картаны және тағы басқаны. Google картаны таңдап, мекен-жайды көрсетсеңіз, ол слайдта пайда болады. Оның үстінен 2 рет жылдам басып, слайдтың керек жеріне орналастырып, қажетті көлемін қоясыз. Онымен қоса YouTube желісіндегі бейнероликтерді көрсетуге арналған жолы бар. Іздеу жолында атауын енгізіп, роликті тауып, оп-оңай қоюға болады.
Сәлем, бұл қазір ревью арнасы. Өткен бейнероликте біз әлеуметтік желілер туралы жалпы ақпарат бердік. Сіздер олардың пайда болу тарихын тыңдап, соңғы статистикалық мәліметтермен одан кейін кез келген сайттың, мысалға Facebook парақшаның сілтемесіне жеке QR-код жасауға болады. Енді бастапқы бетке оралайық. Сонымен, біз бүгін Canva арқылы графикалық дизайн жасауды үйрендік. Бұл редактордың көмегімен презентациядан бөлек сертификат, логотип, Instagram мен Facebook посттарына суреттер, фотоколлаж, баннер, тағы басқа түрлі пайдалы дүниелер жасауға болатынын көрдік. Ең бастысы, барлық еңбектеріңіз сақталып тұрады және оларды кез келген уақытта өзгертуге және толықтыруға болады. Құрметті көрермен, сіз бүгін осы бейнероликте Canva редакторымен жұмыс істеуді үйрендіңіз. Ол жерде сіз түрлі дизайндарды пайдаланып, әдемі графикалық дүниелерді жасауды қарастырдыңыз. Енді мен сізді келесі пайдалы бейнероликте күтемін. Кездескенше.